Дыңқ, гендер және хромосомалар. Сіз дыңқ, гендер және хромосомалардың арасындағы байланысты шатастырып жүрсіз бе? Қазір бәрін түсіндіреміз. Дыңқ, тірі ағзалардың генетикалық нұсқаулығы жазылған күрделі химиялық зат. Ол ағзаның дамуы мен жұмыс істеуі үшін қажетті барлық ақпаратты сақтайды. Дыңқыны ғимараттың жобасы деп елестетіңіз. Дыңқ молекуласы қос спираль тәрізді құрылымға ие. Бұл спираль нуклеотидтер деп аталатын кішігірім бірліктерден тұрады. Нуклеотидтердің тізбегі генетикалық кодты құрайды. Ген дыңқ молекуласының белгілі бір нәруыз туралы ақпарат жазылған бөлігі. Әрбір ген белгілі бір қасиетті немесе сипаттаманы анықтайды. Мысалы, көздің түсін анықтайтын ген бар. Гендерді кітаптағы тараулармен салыстыруға болады. Әр тарау белгілі бір тақырыпқа арналған, ал әр ген белгілі бір нәруызды кодтайды. Хромосомалар дыңқ молекуласы тығыздалып оралған құрылымдар. Олар жасуша ядросында орналасқан және генетикалық ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге көмектеседі. Хромосомаларды кітапханадағы кітаптармен салыстыруға болады. Әрбір кітапта көптеген тараулар бар, ал әрбір хромосомада көптеген гендер бар. Дыңқ химиялық зат, ген дыңқ бөлігі, ал хромосома дыңқтан тұратын құрылым. Бұл үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты және генетикалық ақпаратты сақтау мен беруде маңызды рөл атқарады. Енді сіз дыңқ, гендер және хромосомалардың арасындағы байланысты түсіндіңіз деп үміттенеміз. Бұл тақырып сіз үшін қызықты болса, тереңірек тақырыпқа үңіліңіз. Сәттілік!